Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын эскимо пирожниларын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз бөлме температурасында 3 жұмыртқамызды және де 150 грамм шекерімізді жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Жұмыртқа мен қантты 5-7 минут қана миксерлесеңіздер болады. Сосын барып сұйық майымызды артынша салып жібереміз. Миксерлеп болғаннан соң, мұнда 100 грамм қайнаған суға 30 грамм какаоны құйып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Сосын барып біз осы тестамызды араластырып отырып қана құю қажет болады. Өйткені біздің суымыз ыстық болғандықтан жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Сол себепті миксерлеріңізді айналдыра отырып, сосын барып суымызды құйып араластырамыз. Келесі біз ұнымызды қосатын боламыз. Міндетті түрде осындай ситадан өткізгендеріңіз дұрыс. Сол кезде бір чай қасықпен разрыхителімізді де қосып жіберетін боламыз. Міне біздің тестамыз дайын болды. Осындай көлемде болу қажет. Сіздер өздеріңіз алдын ала пештеріңізді қосып қойыңыздар. Сосын барып өзіміздің кез келген формамызға салып пісіріп алатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Болғаннан соң осылай жан-жағын бір тегіс етіп дайындап пешке жіберетін боламыз. Міне бізді пештен шықты, суытып алдым, мен 1-2 сағатқа қалдырдым бөлме температурасында. Сосын барып сіздер оны крошки жасап майдалап алуларыңыз қажет болады. Мен осылай қолмен жасадым, өте жұмсақ болып шыққан. Блендердің көмегімен майдаласаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызбен. Барлығын майдалап болғаннан соң біз сгущенкамызды қосып, таза қолымызбен перчаткамен істесеңіздер де болады. Мен алдын ала қолымды жуып алдым. Сосын барып жақсылап осылай барлығын біркелкі етіп, бастары біріккенше жақсылап араластырамыз. Сосын барып видеода көріп отқандарыңыздай қолға жабыспайтындай болғаннан соң ғана біз осындай формамызға салып дайындап алатын боламыз. Сіздерде бұндай форма болмаса, қолдарыңызбен картошка тәрізді жасасаңыздар да болады, ол да әдемі көрінеді. Төменде рецепттің барлығын қалдыратын боламын. Төменде бұл рецептпен 8 штук эскимо пирожные шығады. Менде осы формадан 2 қайтара жасадым. Барлығын дайындап болғаннан соң біз морозилкаға жіберетін боламыз 15-20 минутқа. Сосын барып формадан шешіп, өзіміздің алдын ала дайындап қойған шоколадымызға салып, әрлеп дайындайтын боламыз. Тоңазытқышқа жіберген аралықта біз шоколадын дайындап аламыз. Шоколад менде Альпен-Гольд және Қазақстан шоколадын алдым. Шоколадтарымызды ыстық суда ертіп алатын боламыз. Дайындап, сол еріген шоколадымызға 30 грамм сұйық майымызды қосып, екеуін жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Шоколадымыз біздің қатты ыстық болмау керек. 25-30 градус аралығында болғаны жақсы. Сонда біздің шоколадымыз қатты еріген сияқты ағып кетпейді. Бұлай өзіміздің пирожныйымызда өзін жақсы ұстайды. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Шоколадпен жұмыс істеген өте оңай және де әдемі болып көрінеді. Сосын барып шоколадтарымызды салып болған соң біз морозилкаға 5 минутқа қайтадан жіберетін боламыз. Сосын барып біз шоколадтарымызды алып, бетіне қалған қара шоколад пен ақ шоколадтарымызды ерітіп, осындай мешоктарға салып, осылай бетін әрлесеңіздер болады. Үйде қонақ күткенде өте әдемі көрінетін эскимо пирожниларымызды сіздер де жасап көріңіздер. Өте нәзік пирожнилардың бірі болып табылады. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттер болады. Ас болсын!